Дыбыс неге таза шықпайды? Әрине, ол сол қол саусақтарының пернені дұрыс баспағандығынан. Сол үшін пернені дұрыс басып үйренеміз. Бас бармақ үстіңгі шекті басса, қалған 4 саусақ астыңғы шекті басады. Пернені басқан кезде сәл байланған шектің үстінен басасыз. Егер сәл жоғары кетіп қалсаңыз, не істейді? Дыбыс дызылдайды. Сол үшін таза дыбысты іздеуге тырысамыз. Егер тура ортасынан бассаңыз, дыбыс не әрімес, не бермес. Сондықтан нақты дыбысты басуға ұмтыламыз. Енді сіздерге осы жаттығуды күнделікті 20 минуттан дайындап отырсаңыздар, дыбысыңыз тазара түседі. Алла, алла, аллақай, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5. Дәл сол қалыппен төмен қарай түсе береміз.